Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Бүгін біз сіздерге 2007 жылы түсірілген 1408 деген киноны таныстырамыз. Бұл киноның атауынан ақ тым түсініксіз, жұмбаққа толы екені сезіледі. Біздің алдыңғы видеоларда қанша хоррор, қорқынышты кино болса да, біз видеода көңілді күлкілі тұстарды қосатын едік. Бірақ бүгінгі видеода көңілі тұсы бар деп мен айта алмаймын. Және де достар, сіздер Поворот не туда алтының қазақша негізгі желісін күтіп жүрген шығарсыздар. Сіздер Поворот не туда алтыны көргілеріңіз кеп тұрса, онда Ақжол А деген баланың мына арнасына 1000 тіркелуші жинап берейік. Егер осы каналға мен 1000 тіркелуші жиналса, мен Поворот не туда алтыны шығаратын болам. Кино бір елесі бар деген үйге келе жатқан Майк деген кейіпкердің оқиғасымен басталады. Және мына жерге 1960 жылдары бір қызметкер өз-өзіне қол жұмсаған. Хатта жазғаны бойынша жоғарыдағы бөлмеде небір сұмдықтар болған дейді ғой. Сол бөлменің маған кілтін беріңізші. Бастысы бөлмеге кіргенде ішіне құлыптап ал. Құлыптаймын. Жай кілтті бере салыңыз. Майк деген мына жігіт Американың барлық елесі жын шайтаны бар деген жерлерге барып, сол жерге қонып, өзіне туындаған сезімді және өткен оқиғаларын кітап қылып жазатын атақты жазушы. Бірақ ол осыншама қорқынышты жерлерге саяхат жасаса да, бір ретте елес жын шайтанға кезікпеген. Сіз сонда елес барына сенбейсіз ба? Жоқ, жай ғана мен оны өз көзіммен әлі көрген жоқпын. Сол күні Майк серфингте жүріп, үлкен толқынға соғылып, есінен танып қалады. Есін жиса жағада жатыр екен. Қалайсың, братан? Әдеттегідей өзіне келген хаттарды оқып баратын жаңа жер іздейді. Және хаттардың арасынан мына хатты табады. Дельфин қонақ үйінің 1408 бөлмесінің қарғысы жайлы екен. Бұл хатты көре салысымен Майк зерттеу жасайды және оны қатты қызықтырады. Сөйтіп Майк бұл қонақ үйге келу үшін Лос-Анджелестен Нью-Йоркқа дейін келеді. Майк қонақ үйге келсе, осы қонақ үйдің қызметкері Жерлет деген адам қарсы алады. Ол ерекше себеппен келген Майкты өзінің бөлмесіне әкеліп, 1939 жылға ерекше вискимен күтеді. Бұл жәнеге вискидің атауы. Бұл атауды француз тілінен қазақшаға аударсақ, 57 өлім деген мағынаны береді екен. Рахмет, бірақ мен мұнда тек бөлмеге қону үшін ғана келдім. Қанша уақытқа? Негізі бір түн ғана. Ешкім бұл бөлмеге бір сағаттан артық шыдамаған. Джеральд Майкты көндіруге тырысады, бірақ Майк айтқан сөзінен қайтпайды. Сондықтан Джеральд бұл бөлме жайлы кеңінен айта бастайды. Джеральд бұл қонақ үйде жұмыс жасай бастағаннан бері сол бөлмеде 4 адам өлген екен. Жалпы тарих бойынша 56 адам өліпті. Барлық мәліметтер осы жерде. Өзімде бар мәліметті саған берейін. Тек ол бөлмеге қонба. Мен қонамын. Сайтан олғыр. Жай ғана кілтті бере салшы. Мен Дэвид Смиттің барлық отбасының өлген жуынатын бөлмесінде әшейін тісімді жуып тұрғанмын. Неге сенің оттаған бөлмеңнен қорқпайтынымды айтайын ба? Өйткені елестеген болмайды. Артымнан ер. Осылай Майк кілтті алып жоғарға шығады және Жерлет оған бұл бөлмеге айына бір рет 10 минут қана тазалық жүргізетінін айтады. Радиоактивті жерде жүрген секілді 10 минут тазалап тез асыға шығады. Жұмысшылар. Өтінем, доғар бұны. Таңертең кездесейік. Сөйтіп Майк бөлмеге келеді және айтарлықтай дүние байқамайды. Осы ғана ма? Есуастар. Сөйтіп Майк терезеден көрінетін көріністермен, суреттермен, бөлмемен таныс болады. Ой! Майк қараса, төсегіне біреу 2 шоколад қойып қойыпты және дәретхана қағазын жөндеп қойған екен.
Әрине, Майк бөлмесінде біреу бар деп күдіктенеді, бірақ ол ешкімді таппайды. Және бөлмесінің температурасы өте ыстық тұрғанын байқайды. Содан Майк қонақ үйдің инженерін шақырады. Қонақ үйлер онсыз да қорқынышты нәрсе ғой. Мына төсекте менен бұрын қанша адам ұйықтады екен? Олардың қаншасы ауру болды екен? Олардың қаншасы жынды болды екен? Көп ұзамай әлгі шақырған инженер келеді, бірақ ол бөлмеге бір қадам аттап баспай, жай ғана жөндейтін нәрсесін көрсетіп тайып тұрады. Ананы бас. Ого, істеп кетті. Мә. Қызметкерлер шынымен де бұл бөлмеден қорқады. Бір кезде бөлмедегі сағат өз-өзінен қосылып, 60-тан төмен санай бастайды. Және сол кезде терезе өз-өзінен жабылып, Майктың қолын жарақаттайды. Майк қолын жуайын деп жатса, кранттан ыстық суға қолын күйдіріп тастайды. Тыңда, қолымды жарақаттап алдым. Сайтан алғыр, естіп тұрсың ба мені? Мен саған айтып тұрмын, менеджермен сөйлескім келеді. Алло. Көмектесіңдер. Мырза, мырза, полиция шақырыңыз. Көмек керек, есік бұзылып қалды. Төменге нәрсе тастаса, сол зат жай ғана жоқ болып кетеді. Сол кезде аяқ астынан теледидар өз-өзінен қосылып, Майк әйелі мен қызымен бақытты болған кезде шығады. Содан оған мынандай нәрселер көріне бастайды. Ханым, естіп тұрсыз ба? Маған сіздің көмегіңіз керек. Балаңыз тыныштандырыңызшы. Доға. Майктың амалы таусылап, құрылыстың схемасын көріп, келесі бөлме қанша қашықтықта екенін есептеп, терезеден шығып жүреді. 18 ғана қадам. Мен жасайым. Қорықпа. Төменге қарама. 17 18. Қайда ол? Майктың осылай иллюзиядан бас айланып әрін бөлмеге кіреді және мүлдем шыға алмайтынын түсінеді. Және оған қайта өткен өмірі көріне бастайды. Және біз Майктың қызына қатерлі дерт тигенін білеміз. Содан Майк ноутбугын қосады және әйелмен байланысады. Тез бұл жерге полиция шақыр дей бергенде, бөлменің өрт сөндіру жүйесі қосылып кетеді. Сонда да Майк берілмей ауа алмастырушы құбырдың ішімен жүріп келесі бөлмеге келеді. Бірақ Бұлай жасағаның болмайды. Сен оған керексің. Ол да қызынан айырылды ғой. Тартшы қолыңды қақпас.
Еш қайда бармайсың, қызым. Сен осы жерде бізбен бірге қаласың. Біз әлі де әрекет істеуіміз керек еді. Оған оттаған жұмақ жайлы әңгіме айта бермей, дертімен күресуге көмектесуіміз керек еді оған. Біраздан кейін бөлме қыз секілді болып кетеді. Содан Майклдың ноутбугі қайта қосылады. Қымбаттым, сен маған керексің. Дәл қазір қонақ үйге жетіп кел. Жоқ. Келгенде барлығын айтып беремін. Аузыңды жап. Ең бастысы, тез кел. Бұнда келме. Бұл тұзақ. Бұл тұзақ. Содан бөлмеде тағы да сұмдық иллюзия басталады. Біраздан кейін Майк есінен танып құлайды. Қалайсың, братан? Сонда бұның бәрі түс болғаны ма? Майк қайта есін жиғанда оның келіншегі Нью-Йорктан Лос-Анджелеске тек Майк үшін келіпті. Өйткені мен саған қараған сайын қызының бейнесін көредім. Барлық нәрсе жақсы болып кетеді. Әйелмен қайта тіл табысып, ертеңде Майк өзіне келген хаттарды қараса, әлгі 1408 деген хат жоқ болып шығады. Одан Майк қарттар үйіне тастап кеткен әкесіне барады. Сізге 2-3 ай келмегеніме кешіріңіз. Әйелмен қайта тіл табыстым. Және жаңа кітап жазып жатырмын. Осы жолы сізге ұнайтын шығар. Майк. Иә, ұлыңызбын ғой. Мына хатты ертең Нью-Йоркқа жеткізу керек. Кешіріңіз, мырза. Біз жауып кеттік. Жоқ. Сен шынайы емессің. Не дегенің ол? Кел. Енді сені ешкім алып кетпейді. Әкең сені қаншалықты сағынды деп ойлайсың. Ешкім енді бізді ажыратпайды. Майк есін жиса, ол сол бөлмеде оянады, және оған өз-өзіне қол жұмсауға арналған нәрселер көріне бастайды. Мен тек өз басымды күйттеген өмірмен өмір сүрдім. Бірақ өлгенде бұлай өлгім келмейді. Егер өлетін болсам, сені де өлтіремін.
Almighty God, our brother, earth to earth. They're together now. Ол өте жақсы іс жасады. Ол жай ғана өз-өзіне қол жұмсаған жоқ. Енді ол бөлме адамдарға зиян тигізбейді. Жеткілікті. Мынандай жағдайда не айтып жатсыз сіз? Бара жатырмын қызым.